Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен морковча салатының жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Каналымнан шығатын, тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге жаңадан шыққан видеолардан хабарлама барып тұрады. Салатымызға керек болады 2 сәбіз, 1 чеснок, кориандр, паприка, қызыл бұрыш және сәбізге арналған дәмдеуіш тұз керек болады. Тағы да уксус керек болады. Уксустың өте төмен процент болғаны дұрыс. Мендегі 9% немесе одан да төмен проценттерін қосуға болады. Ең алдымен сәбізімізді осылай үккіштен өткізіп аламыз. Чеснокты престен өткіземіз, немесе майдалап турасаңыздар болады. Дәмдеуіштерін қосамыз. Дәмдеуіштер негізі өз қалауларыңыз бойынша қалаған дәмдеуіштеріңізді қоса беруге болады. Енді сұйық майымды алдын ала табаға қыздырып алдым. Уксус 2 тамшы қосамын. Жақсылап араластырыңыздар. Мінекей осылай салатымызда дайын. Салатымызды 1-2 сағатқа салқын жерге немесе холодильникке қойсаңыздар болады. Міне қараңыздар, тез-ақ дайын болды. Өте дәмді, тәбетіңді ашатын салат. Құрамы да қолжетімді, өте оңай және тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Төменге рецептін қалдырамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше астарыңыз дәмді болсын.